Ақан сері романы. Жайлауға орныққан Бақтыбай, Тастан, Шағатай ауылдары көңілді. Қоңсы қонған үйлер қыстан қалған сүрілерін кебеже түбінен, азбыншы ұндарының арасынан шығарып, бір-бірінен сыбаға жесіп мәресәрі. Жасы 5-6-ға келген еркек кіндікті бала атаулыны ауыл қожалары шетінен сүндеттеп, кішігірім ат жаптырған тойларды өтіп жатыр. Қыз бозбала күні түні сауық құрып, қыз ойнақ салып, алтыбақан теуіп, ақ сүйек ойнап мәз. Шұрайлы жердің шүйгініне тойынған малда тоқмейіл. Алысқа тентіремей, ауыл маңында жайылып оттаған мал, соңындағы бақташылардың да жағасы жайлау. Жолда жүзі сынық тартып, аурыңқырап келе жатқан Ақтоты күрт өзгеріп, қабағы ашылып, жадырағалы, бай үйінің де көңілі жай. Осыншама масайрап, масайған ауыл салтанаты бір-ақ күнде су сепкендей басылды. Жайлау арасы жақын болғанмен сүтемген Бақтыбай құдалар әлі бірін-бірі шақыра алмай, екі жастың алғашқы қауышу сәттерін күтіп жүрген. Жалмұқан күйеу жолымен ұрын келсе, содан кейінгі арадағы ырым-жырым басталып, той жабдығына екі жақта қамданбақ. Бақтыбай ауылының қыз желеңдерінің көзі төрт боп, алғашқы кезде ұры күйеуді көре алмай қалмайық деп, күнде үстемген ауылы жағынан шыққан қарайған болса, желігіп тұратын. Ерке өскен Жалмұқан қанша тентек атанса да, қызды ауылға келдерде жүрексініп кешеуілдей берді. Ақтоты оны ойлаудан қалғалы қашан. Қыздың есілдерді Ақан. Жасса тұрса ойлайтыны да сол. Көкейінде сайраған әні де Ақанның әні. Жадында жатталған сөз Ақанның сөзі. Ақанда кейінгі кезде бұл ауылды көп торылдап, кейде ойын сауыққа дараласып, жұрт көзіне түскенімен Ақтотымен жеке сөйлесіп, сөз байласудың қыбын таба алмай жүр. Серіге шын жаны ашитын сенімді адам бұл ауылда екеу. Жігіттен Құлмақ, әйел затынан Қадиша. Ақтотыны жеке шығару Қадишаның ғана қолынан келеді. Сезікті елдің көзіне түсу, үйлену тойын жеделдетіп жіберетін қауіпті жол. Құлмақ болса, Ақан мен Ақтоты арасын әлі де біле қоймайды. Оның білетіні Қадиша. Ақан бозбалалық әуенімен сұлу келіншекке, Кәрібайдың солқылдаған жас талдай тоқалына ара тұра келгенде оны шығарып беретін. Жеке табыстыратын осы жылпос жігіт Құлмақ еді. Енді өрімдей боп түрегелген Ақтотыға көңілі бір жол ауып, өмірлік жар етуді қалаған. Ол ниетін Қадишаға қалай айтар? Әдейі шақырып алып, бұрынғы әдетпен келген дәмелі келіншектің ынтық көңіліне қалайша қарап шақ сұқпақ. Ақан өткенісіне өкінді. Ақтотының жеңгесі Қадиша болғанына қатты қиналды. Бәрібір ағынан жарылмаудың реті жоқ. Кейін басқа біреуден естісе, әйел жүрегіне түсер, одан асқан жара жоқ. Ошақ басында сүт қайнатып тамақ пісіріп жүрген Қадишаны Құлмақ сыртқа оп-оңай алып шықты. Ақан жолығып кетсін дейді. Ана өзек жақта күтіп отыр, деп біраз жер еріп келіп бағытын сілтеп жіберген соң Қадиша көп аялдамады. Бәйбішесінің қасынан келіп, тастан күн батысымен ас піскенше мызғып алайын деп төсекке киімшең қисайған. Үстінен жүріп өтсең оянбайтын ұйқысы қатты бай, кигіз үйді басына көтере қорылға басқан. Күн ұзын алының маңында болып, шаруасын жайғасып, түн болса үш әйелінің көңілін қалай табам деп, егде мосқалдыққа беріскісі келмей, үш керегенің арасында жан таласатын шаруақор бай, үнемі ұйқылы-ояу маужырап, қалжырап жүреді. Жастыққа басы тиісақ, кәрі денесі үйіп ұзақ, тәтті қорылға басатыны да содан. Күйеуінің ұйқылы сәтіне қуанған Қадиша Ақанның атын естігенде тағат таппай, айдалаға қарап қалай дедектей басқанында аңғармай қалды. Қайрада күтіп отыр. Қасында кім бар? Жалғыз ба? Ешкімнің көзіне түскен жоқ па? Деп сыбырлап сұрап келе жатқан Қадиша Құлмақ шегіншектеп қалғанда барып есін жинағандай болды. Апырау, мен осы несіне мәз боп келем? Не десем екен, бұл дүние не боп кетті? Деген келіншектің аяғы шалысып, жүре алмай қойды. Жүрегі алып ұшып барады. Көз алдына аяулы қайын сіңлісі Ақтотының жүзі келді. Анада жайлауға көшіп келе жатқан жолда Ақтоты Ақанға жолығысымен, өзімен сырлас жеңгесіне бар сырын күн аралатпай қолма-қол жеткізген. Қайдан білейін еркем деп Қадиша Ақтотын еркелетіп қалжыңдаған.
Қордың қызына бардың дейін десем, өзің де қордың қызысың. Перінің жігітін көрген шығарсың. Әлде Жалмұқанды көрдің бе? Қойшы Қадиша, деп бұртиған Ақтоты ілезде қайта жадырады. Перінің жігітінен де Жалмұқаныңнан да артық адам мен жігіттің сұңқарымен кездестім. Саған айтпай жүрген бір құпиям бар еді. Кешіре көр, Жеңешетай. Тұңғыш кездескелі араға айлар аралап ұмытармын, ойламаспын деп салқын тартып үнсіз жүрушем, бүгін өзің көргенде жүрегімнің терең қалтарсында қалғып кеткен жастығымның қуаты қайта оянды. Сүю деген қандай тәтті дүние еді. Сүйгеніңді ойлау не деген ләззат еді. Қарашы, Жеңешетай, менің көзіме. Мың бір түн хикаясындағы махаббат шарабына мас болған қыздардың көзінде емес пе? Бүкіл айдай әлем қазір әдемі бір көгілдір түске бөленгендей. Адамдардың бәрі де күле қуана қарайтындай. Тамаша бір түс көріп, тәтті ұйқы құшағында жатқандаймын. Ол кім еді еркем? Бұл маңда мен көрмеген ол қандай сұңқар? Айтшы, ынтықтырмай. Тап, өзің тап. Осы өңірде кім бар еді одан басқа? Онымен теңесер қай жігітің бар? Соны да білмейсің бе? Айтқың келмей ме? Айтшы өзің. Алғаш махаббат дегенің не екенін түсініп қуанған сәби қыздың мына қылығына Қадиша қызыға да қызғана да қарады. Әдей айтпайсың ғой, Қадиша? Білемін, атын өз атасын деп тұрсың ғой. Білем, деп жеңгесінің алма мойнынан құшырлана қысқан Ақтоты ыстық демімен Қадишаның құлағына сыбырлады. Ақан. Қадишаның жүрегі мұздай боп кетті. Ақтоты оны сезген жоқ. Жеңгесіне құшағын жазбай сөйлей берді. Сен байқайсың ба, Қадиша, ақан биыл келіп кеткеннен бері мен де сөзшең болып барамын. Тегі жұғады білемін. Ділмәрсіп сөйлей бергім келеді. Ақандай болмасам да көкейіме бір сұлу өрнекті ұшқыр сөздер құйыла беретін сияқты. Сүю деген не деген бақыт еді. Тіпті неге сүйгеніңді білмесең де бақыт екен, шаттық екен, деп күліп, құшағын жазып жеңгесінің бетін өзіне бұрған Ақтоты тосылып, үлкен көзі шарасынан шығып, аянышпен қарағандай болды. Қадишаның көзінен ыстық жас сорғалап тұрған. Жүзін жасырып бүркегісі келмеді. Бетін жыбырлата жорғалаған көз жасты бір жолата шығарайын дегендей, Ақтотының алдында қыбырсыз тұрып, ағыл-тегіл жылады. Жанындай жақсы көретін сүйкімді қайын сіңлісінің қуанышын естігенде, жүрегіне байланған ғашықтық дерті сыртқа шығып, тыйылмай көзінен тоқтаусыз аға берді. Екі бетін жас бұлап, үнсіз егілген Қадиша тамағына әлдене кептелгендей булығып зорға шыдады. Саған не болды, Қадиша? Неге бүйттің, жаным, Жеңешетайым? Деп Ақтоты екі бетінен алма кезек сүйгенде барып, қимаймын сені, күнім. Сен де бір күні мені тастап кетесің бе? Дегенді ақылы қатып зорға құрады. Көңілінде ақанда менен бір жолата кетеді деген үзілген арманның ұшығы тұр еді. Жыламашы, көкетайым, мен әлі кеткен жоқпын ғой, деп еркелей жұбатқан балғын Ақтоты жеңгесінің көңіліндегі қасіретін сезген жоқ. Міне, енді Қадиша ақанға келе жатыр. Бұл келістің басқа келіс екенін де түсінеді. Ақанның көңілінде әлі жарылмаған қауын, аршылмаған жұмыртқадай Ақтоты екенін де біледі. Бұған салса, ақанды тірі пендеге қимас еді. Бірақ онда еліктің ауылы тым алыс. Тастандай байдың қолына түскен келіншек жастық шағын, арманда қалған махаббатын жасырын жолмен өткізіп қапысын таппаса, одан басқа жол бітеу, тас қараңғы меңіреу. Оның үстіне Ақтотысының бақытына қалай қол сұғар? Енді ақанмен арадағы жібек жіпті үзіп, көңіл суытып тиылмаса амал жоқ. Қадиша осыған бекінді. Өзекке қарай таяна бергенде, Қадиша, деп сыбырлаған дауыс шығып, алдынан екі қарайған көрінді. Ақанның да жүрегі дүрс-дүрс соғып, жазықсыз келіншектің алдында не деп ақталарын да білмей, кінәлі адамның қалпында ұялып отыр еді. Қадиша қасына келгенде бұрынғыдай еміреніп, жылы құшағына да ала алмай, ұмтыла түсіп мүдіріп қалды. Қасындағы Шәкей аттарға қарай кеткенде де аузына лайықты сөз түспей үнсіз тосыла берді. Жігіт бойындағы ыңғайсыздық сезген Қадиша араларында бұрын ештеме болмаған әшейін бір ауыл адамдарындай жарқылдап,
өткен іске елеусіз қарайтын жеңілтек әйелдердің мінезіне салып сөйлеп кетті. Иә, бұл жүрістеріңе жол болсын. Түнделетіп қыз аулап жүрсіңдер-ау, қулар. Ақан, өзің айтпасаң да білем, әйел жаны сезгіш келеді. Тоқтымды аңдып жүрген қасқырсың ғой, жасырмай-ақ қой, деп сықылықтап күлген болды. Бұрын бұлай өктем, өрескел сөйлемейтін Қадишаның күлкісіндегі жарық шақты да аудырмай таныған Ақан жас келіншектің жеңгетай кейпіне түскен жасанды қылығын аяп кетті. Қадиша, айналайын, менде қазір дәрмен жоқ. Жер дүниеде маған қорек болар жалғыз ғана тоқты қалыпты. Жақсыларды Тастекең сияқты ашбөрілер қоя ма? Деп сөзінің артын қалжыңға бұрған Ақан екі иіннен қапсыра ұстап еді. Қадиша иығын оқыс тартып алды. Ақан, алшақ тұрып сөйлесейікші. Біз енді жеңгетаймен күйеу боламыз ғой, деп шегініп тұрды. Өкпең орынды, Қадиша, қайтейін. Не өкпе? Не ол? Менің саған еш өкпем жоқ. Қадиша. Ақан, серім, сенен сұрайтыным, арадағы жастықтың қылтың-сылтың кездері болса, оны ұмытайық. Ондай кімде болмайды. Өткен істі жаңғыртпай-ақ қой. Ал енді айтарың ақ тоқты ғой. Иә, ретін тауып бүгін жолықтырсаң. Жарайды, бұйрығыңыз орындалады. Енді жүре берейін бе? Қазір тауып әкелемін деп Қадиша асығыс басып кете барды. Бұдан артық бөгелсе, сөзде көбейіп, өзінің шыдамсыз жайға түсетініне көзі жетті. Сөзі де, күлкісі де асығыс. Бұрын бұлай сөйлеп көрмеген Қадишаның үні де, қимыл тұрысы бар қылығы Ақанға ерсі көрінді. Оның себебінде жақсы түсінген Ақан, шіркін-ай, дүниеге жаңа көзін ашып бүршік жара бастағанда жоқшылық құрбанына шалынып қор болған қыз-ау, өз теңіне қосылсаң, бір деген азаматтың жары болатын асылсың-ау деп қала берді. Қадиша Алтыбақанда жүрген Ақтотымен біраз сауық құрып, әткеншекте тербеліп ән салып, ауыл жастарынан бір қаға берісте сыбыр етіп, үйге қарай алып кеткен. Бұлай шыққан соң Ақандар жаққа кілт бұрылып, жаңа өзі келген жерге дейін әкеліп кері қайтты. Бір бұрым етіп өрген Ақтотының қалың шашындағы шолпысы сыңғырлап, ұзақ зарығып күткен жігіт қасына жеткенше аялдаған Қадиша ауыр бір күрсініп үйіне қарай беттеді. Мойнына ақ білеген артып тұрғанда, аш белінен құшақтап, ыстық лебімен аймалап, көзінен, ерінен үлбірете сүйетін сымбатты сұлу Ақаннан ұзап, еміреніп толғану жаратылысына жазбаған жай шөппен бірге қыр гүлінде тілімен бірақ орап, қомағайлана шайнайтын мүйізді хайуандай тастанға қарай амалсыз аяқ басқанда, Қадишаның екі иіні салбырап, үнжұрғасы түсіп, көңілі жаси берді. Жұпар иісі шыққан кең далаға өздері де жұпардай екі жаста тең құрбыларын қалтырып, тастаның түнгі тамағын аузына тосып, аяғын жуып, қасына жататынын ойлағанда, өз тіршілігінен жерінгендей жүдеп налып келеді. Есік алдындағы оты маздап жанған жер ошақтың басында екі адам қараңдайды. Ауыл үйдің жігіттері. Тілі бір жақ ұртынан шығып, жан тәсілім еткен қойдың басын үйтіп отырған қара жігіт оттың жалынан бетін қорғалап, тілін жалақтатып шалқалай береді. Тура қолындағы шала үйтілген бас құсап, Қадишаны көргенде тісін ақситып үнсіз күлді. Білегін сыбанып алған сары жігіт қолмақ сабыра дейін қызылала қанға боялған пышақты жас дерінің үстіне бұтарлаған семіз еттің арасына тастай беріп белін жазды. Иә, бұл ненің құрметі бейуақта деп сөйлеп келе жатқан Қадишаға аузын басып дауыстама деген белгі беріп құлмақ сыбыр етті. Үндеме жеңеше, қонақ келді, қонақ. Ол кім ол? Қандай қонақ мезгілсіз жүрген? Ұры қонақ, қадірлі қонақ деп жігіт жымыңдағанда Қадишаның жүрегі су етті. Ұры қонақ. Енді кейін шегінуге сылтау жоқ. Жігіттер көріп қойды. Әйтпесе жасырынып барып, Ақтотыға хабар берер еді. Үйге беттеген Қадишаның алдынан жарым есікті сықырлата ашып тастан шықты. Үстіне жамыла салған жеңіл желбегейінің етегін жайқап, бері жүр деп әйелін ошақ басына әкелді. Күйеу келді, барып көріп шық. Сосын әлгі тоқтым қайда? Алтыбақан жақтама. Бір-екі қыз ертіп тез алып бер. Ел жұртқа сездірме. Сен келген соң мен кетермін деп қысқа ғана бұйрық берді де ошақ басындағы жігіттерге бұрылды. Құлмақ үйесі шыққанша қойдың қан жынынан басқасына тимей,
етін жеке-жеке мүшелеп бөлген. Тастан жүрелей отырып етке көз тастады да: «Сәмізін ай жарықтықтың өзі де күйеуге бұйырған бағы бар ғой екен» деп қулық айтысқансып түсін қайта суытты. «Жігіттер, ауыздарыңа сақ болыңдар. Ата ғұрпымен ұрын келудің еш сөлекеттігі жоқ. Оның ұры күйеу болуы да ата дәстүрі. Мұндайда жар салмас болар». Бастың құйқасын локет пышақпен қырып қайта отыра берген қара жігіт таңдайын қақты. «Атамаңыз бала дейсіз бе, осы маңда қыбырлаған тірі тышқан білмейді» деп ыстық жалынан кіржиіп маңыздана қалды. «Неге білмесін, құлақтанбағанмен иісін сезгендер бар» деп құлмақ қуланып қабақ шытқан болды. «Ол кім тағы? Бұл ауылдың өсекшіл қатындары білмей қойушы ма еді? Иісшіл емес пе?» деп Тастан сары жігітке қарады. Құлмақ әлі де түсі жібімей қиналған боп: «Иісшіл болғанда қандай? Оян тұрғандар ой. Көш жерден біледі ғой. Кілем үстінде жатқандай, әне шынтақтай түсіп жайғасуларын қарашы» дегенде қара жігіт жаңа түсініп оқыс баж ете күлді. Жер ошақтан әрірек көздері жалтылдап, жылы қаннан дәметіп, қатар-қатар тізілген ауыл иттер селк етіп, орындарынан атып тұрды. «Әй, құлмағай, әйтеуір керейдің қу Сүлейменде ақ барсың ау. Мен қатындар дегенде сенгенімші» деп Тастанда екіні селкілдеп көзі жасаурай күлді де бір жерге үйген жаужұмырды шетінен алып: «Мә, сыбағаларың, мына құлмақ ағаларың айтпаса ұмытып кете жаздаппыз» деп құлаштай лақтыра берді. Көк бауыр аш шекке таласқан иттер әуелі ырылдасып, одан әрі шайнасып, шаң-шұң етіп, қыңсылап түнгі ауылды көтерді. «Сіздің жомарттығыңызға риза боп қуанғаннан шексілесі қатып күлулерін қарашы» деп құлмақ сойғанда байқамай жіберіп алған санеттегі арам тамырды сылып тастады. «Қулық айтам деп отырып етті арамдай жаздапсың ғой» деп Тастан төстің астындағы жетім чеміршек ат жүйріктікі алып бір түкірді де ерінбей тұрып есік маңдайшасына барып сарт еткізіп жабыстырды. «Ал, етті түгелдей қазанға сала беріңдер. Қонақтар демала тұрсын ет піскенше. Үйге кіріп мазаламаңыздар». Тастан бай ауылының мырзалар баласының өз үйіне келіп атбасын тірегенінен іштей күрсініп, сыртқа қарай желпініп келуге кетті. Үй ішіндегілерге демалу қайда? Бұрын күйеу кәдесімен босаға аттамай бірден ұрын келген жалмұқан қашан қызды көргенше жүрегі тағат таппай, шынында да ұр адамдай үйден шыға алмай, қасындағы жолдасымен күбірлесіп, қашан шолпысы сыңғырлап сұлу қыз сыпайы басып кіріп келеді деп оюлы есікке қарап телміріп елегізіп отыр. Қадиша үлкен көлдің қырқасына құрған Алтыбақан жаққа із тастап барды да, соңынан аңдыған ешкім болмаған соң жалт бұрылып ақтотылар жаққа қарай ұшты. Көк шалғында кең өзектің екі қапталы қыраттау алаңқа, шоқ-шоқ қалың изенмен кей тұстарда тобылғылар ұшырасады. Алғашқыда қыз бен жігіттің бағытын білетін Қадиша оп-оңай тауып, қайын сіңлісін тез ертіп келем ғой деген. Енді айдаланы жаны ұшырып шарлаған сайын үрейлене берді. Ақа мен ақтоты жер жұтқандай зым-зия. Қадиша еңкейе түсіп қарайды да, асығыс басып анадайдан биік көрінген қарайғанға келсе, бір шоқ шей немесе қурай боп шығады. Жүгіре-жүгіре өкпесі өшкен оның маңдайынан шып-шып тер шығып, шыңғыслайын деді. Бір-екі рет амалсыздан «Тоқтым, оу, қайдасыңдар?» деп әлсіз ғана дыбыстап берді. Ешкім жауап қатпайды. Енді біраз жүрген соң тағы бір қарайған көрінді. Құшақтасып тұрған екеу. Қадиша қуанып кетті. Әйтсе де қуаныштан көріп бағанадан қызылмай боп іздеген ашу басымда боп анадайдан сөйлей келеді. «Дүниенің қызығын сендер көрдіңдер, мен байқұсқа түсер, сонда не пайда? Тіпті өздерің құлақтарыңды бітеп алғансыңдар ғой» деп заралас ашық қалжыңмен жақындай бергенде әлгі қарайған қатты пысқырып қалды. Қадиша енді шын қорқайын деді. Ел жаққа қараса тым ұзап кеткен. Ауыл оттарының өзі көмескі сығыраяды. Алтыбақан басындағы жастардың үні естілмейді. Аспанда жұлдыз жиі көңілді болғанымен дала үңірейген қап-қара үрейлі. Ескі ай жұқара тозып жаңа ай әлі туа қоймаған. Өл әра. Қадиша біраз уақыт алқынып басып жайылып жүрген жалғыз атты ес көріп, тың-тыңдап ұзақ отырды. Қыратты жерді шарлап жүріп, өзектің шет жағына қиыстап түскен екен. Бұл ара қалың көкорай. Бір жамбастай отырған Қадишаның жадау көңілі әлденеге босап жабырқай берді. Есіне алыста үлкен Қарой жақта жатқан елі, төркін жұрты түсті. Ол жақта да қазір тыныш өмір, бейғам тіршілік.
Онда да жастар. Олар да қазір екі жағын тал көмкерген жіңішке сұлу өзен бойындағы жайылымдарға жайлауға шыққан шығар. Онда да алтыбақан, онда да ойын той, үйелмелі сүйелмелі қызыл қарын жас балалары көп момын шаруа. Қадишаның ата-анасы қазір не күйде? Ана жылы осы былтырғыдай қыс қатты болып, аязды ғана емес, қалың оппа бар ағашты үлкі айыртау, Сырымбет жағын көміп тастады да, жылқы қарғон бұлап мал тығып, өз тұяғымен теуіп оттай алмай, титықтай бастаған соң, қайсы бір байлар қарауылдың төрт руы атқы, жауар, сары жайлаған осы өлкенің сонау текеге дейінгі жақын жұрағаттарын, құдандалы жамағайындарын сағалап, тоғай бұтасыз адырлы кең жазық далаға малдарын төккен. Ол жылы Қаройдың қары жұқа, қамысты аралына түскендердің ішінде Бақтыбайлардың да жылқылары келді. Жылқышыларды бастап келген Тастан. Сол жылы Қадишаның әкесіне Тастанның құты түсіп, қарамағына жылқышылық алып, ауыздарынан ақ май ағысты. Ақыры жер аяғы кеңей келе, қыстан арық шыққан жылқыларынан қалың мал беріп, ағайындарының малымен қоса балалардың ең тұңғышы Қадишаны ала кетті. 17-ге жаңа келген қыз өзімен ойнап күліп жүретін құрбы құрдастарымен де қоштаса алмай, бір түнде жат елге бодан боп аттанып кете барған. Содан бері шаруасы мешел атана 4-5 күншілік жердегі қызына келген жоқ. Не Тастан барған жоқ, не арада құдалық ырымдары жасалмады. Екі жақта бірін-бірі ұмытқан сияқты. Қадишаны аларда өзінің тең құрбысындай әкесінің алдында сызылып, күйеу қалпын сақтап, оғаш мінез көрсетпеуге тырысып, жалпақтап ас түсіне түскен Тастан енді оның атын ауызға алуға намыстанады. Сөзінің бірінде, көререм ана күнін көре алмай, бейтін сығып қанын жалап отырған үйіңде отырсаң, мол байлыққа күпетіп түсе қалған соң жалқақтайсың ғой, деп бәйбіше тарпа бас салып, кедейлігін бетіне басса, Тастан оған ара түсіп, бір ауыз сөз айтпайды. Қайта Қадишаға бәйбішеден бетер түнере түсіп, өтірік бе, тәубеңді ұмытайын деген екенсің, жалшының қызы деп көзіне зекиді. Елін жұртын сағынып туған бауырларын әке шешесін көргісі келген Қадиша бір жолы бала құсап қыңқылдап еді, Тастан беттен алды. Сен іздеп отырған шығар олар керек етсе, бір рет болса да атысын салар еді ғой. Ана шұбырған балаларын асырай алмай, михата боп жүрген байқұсты сағынып, соғанда шынымен ішіңе жүрей ме? Барарым жоқ. Ал сен барам десең, осы үйден бір жол әкет. Жас келіншектің қазіргі күйі мына саяқ жүрген жылқының халіндей. Бақтыбай жұртында ең жақын тартып сыр ашатыны, өзімен құрбы сияқты ойнап күлетін Ақтоты ғана. Араларындағы айырмашылықта 3-4 жас. Енді осы Ақтоты кетсе, Қадишаның күні не болмақ? 12-де бір гүлі ашылмай келген қыз тұңғыш рет шын еміреніп жақсы көру дегеннің не екенін ақаннан біліп еді. Ол үшін әшейінгі боз балашылықтың әуеніндей көрінгенмен, Қадишаға сол келіп кетіп тұрғанның өзі бір ұмытылмас қуаныш сәттер еді. Жүнді балақ Тастанды қанша жақтырмай қараңғы қапаста уайымда жүргенімен, ақанмен кездескелі дүниенің бір жарық сәулелі алтын есігі алаулана ашылып, сол саңлаудан бар әлемді тегіс көргендей тіршілігіне шуақ түсіп, жадыраған Қадиша енді қайтадан тұңғиыққа батып бара жатқандай сезінеді. Бірақ оған Ақанды да, Ақтотыны да кінәлаудан аулақ. Ақан тұңғыш рет балшырынды ұмытылмас түнді бірге өткізгенде де қыз бен жігіт арасында болар құрғақ уағданы айтып, үміттендіріп, жалған жұбатып, емес күткен жоқ. Екеуі де бір-біріне ауадай қажет адамдар екенін айтпай-ақ түсінді. Ұрланып келіп, тәтті мерзім, қызықты, қуанышты сәттерді бірге өткізу екеуіне де жеткілікті еді. Енді сол сәт махаббат билігі жанындай жақсы көретін қайын сіңлісінің қолына ауды. Әрине, Ақтоты жеңгесі мен Ақан арасындағы жақындықтан бейхабар. Ол кезде түк түсінбейтін сәби еді. Жаңа қылтиып көрінген қайыңның бір тал сабағындай еді. Енді балағайыңдай толып, бойлап, жетіліп, тамырына да жапырағына да күннің жылуын мол тілей бастаған өсімтал шағы. Өсе берсін, өне берсін. Ақтотыдай адал құрбыға Қадишаның тілері шын бақыт қана. Әттең көз алдынан кететіні ғана Қадишаның жанына батады. Ертең Ақтоты ұзатылып кетсе, ол да бұл жаққа жоламайды. Сонда жұртта көн қоқырдың арасында елеусіз жатқан кәрлен кесенің сынығындай Қадиша жалғыз қалмақ. Тым құрыса ермек қылар. Басқа тіршілік күйбеңін ұмытарлық бойына нәресте де бітпей қойды. 2 жылдың ішінде ауыл арасында бедеу деген атқа ие болса, былтырдан
бәрі жұп-жұмыр болып тола бастағаны да оны уайымға салды. Еріккен көлдөлең жұрт оны да сөз қылып өсекке таңды. Ат тағы пысқырынды. Ол да Қадишаны елемей жалғыз қалдырып ұзақ кеткен екен. Оң жақ бүйірден бөлене бытпылдық деп түннің ауған бір мезгілін хабарлағандай тықылдады да ол да жым болды. Қалың ойдан лезде айығып бойы тез ерген Қадиша орнынан ұшып тұрды. Есіне ұрын келген күйеу жоғалған қыз жайлы қайта түсті. Апырмай, бұлай болмас егеді ғой. Әлде мен бұрыс кеттім бе деп елге қарай жүгіре басқан Қадишаның көңіліне мына тастай қараңғы түнде қорқыныш пен күдік қатар енді. Бақтыбай намаздыгер кезінде-ақ үйінен талтаңдай басып шыққан. Өрістен қайтқан малдарына желі басындағы биенің соңғы иінісін сауып, құлындарын қосақтап түнгі отқа ағытып жатқан малайларына ұзақ қарап тұрды да көлдің басына барды. Қамысты көлдің бұл арасы алаңқы ашықтау. Аз күнде көп мал су ішетіндіктен бір қарыс болса да кейін шегінген көлдің жағасы чұрық-чұрық. Жылқының жалпақ тұяқтары мен қойдың айырбақай жіңішке өткір аша тұяқтары батқан. Қорысқа айналған батпақты судан мал қиынның күлімсіз шығады. Жарықтық малдың исай, кеңсірігіңді жарып көкірегіңді ашып жібереді-ау деп, үстінде Қорасаннан қалған дағы бар, борықтай домаланған мұртын көтеріп, әлгі истерді Бақтыбай біраз уақытқа дейін мейірлене тартып тұрды да, көлдің жарғабақтау тұсына келіп, мал баспаған көгалға иығындағы жайнамазын жайды. Ал енді, дөненді қараңдар деп, екі құлағын ұстап, батысқа қарап намаз оқи бастады. Ал енді, дөдеңді қараңдар деп, екі құлағын ұстап, батысқа қарап намаз оқи бастады. 5 уақыт намазын қазағылмайтын Бақтыбай, әр уақытта неше бас барын әлі күнге білмейді. Әйтеуір, Аллаху әкбер деп бастап, шала жаттаған пайғамбар сөзін бірнеше қайталап Құдайына сина береді. Шолақ қайырмаса болды, қазақ оққаннан күнә болмауға тиіс деп ұғады. Ол бүгін күндегіден ұзақ оқыды. Қас қарайып, аспанда жұлдыздар бадырайып көріне бастағанда жайнамазын жиып, молда шоқынып отырды да көлге қарап жымыңдай берді. О, Бақтыбай, деді оңаша отырған өзін өзі. Сені ғой қазір алталаштың азамат түгел біледі. Сүтемгемен құда болды дегенді сонау Алтай қарпық мына жағы, түменнің керейлері, оң жақтағы қыпшақтар, сол жақтағы Қоңырат, маңдайдағы Қаржас, шекедегі Қанжығалы, жалпақ жатқан қуандық, шалқып жатқан сүйіндік, бегендік, шегендік, айдабол, бәсен тиін тобықты, мына тұрған қарауыл, ана тұрған атығай, естімеген ел қалмады. Мына көлдің қамысын тыңдашы өзің. Қамыс екеш қамысқа дейін не деп сыбырлайды? Тыңдашы деймін, тыңдашы. Бәлем, жаңа түсіндің бе? Түсінерсің әлі. Бақтыбайға бақ қонды деп сыбырлайды. Ал жұлдыз не деп жымыңдайды? Қатын үйде күлімдейді, жұрт сыртта күбірлейді, жау күндейді. Солай мекен. Бақаң қай шешеніңнен кем, бақаның тілі де шықты, үні де шықты. Тұра тұр әлі, бәрі де шығады. Өй бақаң, жаса бақа, өй бақа. Бақтыбай жападан жалғыз өзімен өзі болып айғайлап жіберіп, өз дауыстан өзі шошынғандай тиіла қалды. Бақа, сап, сен сабыр дедің ғой. Ертең сүтемгендермен төрдің нақ төбесінде тізе қағыстыра тұрғанда жеңілтектік жасауға болмайды. Жұрт сынай қарайды. Енді сен сасыған адам бай емессің, шалқыған байсың. Деп Бақтыбай өз санын өзі бұрап алып, шексілесі қата күлді. Қуаныштан не істерін білмей болдырғанша сөйлеп үйге қайтқан Бақтыбай киіз үйдің төріне тағы ұзақ отырып, жас иығы оқыды. Намазын аяқтаған соң шаруамен жүрген кемпіріне де бұрылып қарамай, тізерлеген күй отыра берді. Жаңа жайлауға келген соң дәмелі ақ зонттан кең көйлек дамбал тік кигізген, жерге тиген қолқылдаған шапандай мол көйлектің етегін басып ойға кетті. Тағы сөйлейін деп еді, кемпірінен қаймықты. Екі тізесінің арасындағы күйектей кең ауын шұқылап, жынды адамша жымың-жымың етіп отырды да, көйлегінің астына қолын жүгіртіп дамбалдың бауын шығарды. Кең шалып байлаған салақтаған добалдай баудың ызынысына бұрынғы әдетімен ұзақ тесіле қарап, бір кезде белін қиып бара жатқандай болған соң тартып қалды. Бауы босаған белдегі кең дамбал қап құсап, майлы мықыннан түсіп кетті. Толқында тербелген ақ шағаладай осы отырысы өзіне қатты ұнап, кеудесін иығын сипап орнынан тапжылмады. Әлден уақытта оның есіне Ақтотыға келген қалың мал түсті. Өз малынан гөрі бір күнде ауыл қотанына толып кеткен балаулы 47 Бақтыбайға көктен жаудырған Құдай тағаланың құтындай көрінген.
Енді ол сол малдың 10 жылда қанша болатынын ойша есептеп еді, ерні жыбырлап, саусақтарын бүгіп санағанымен жатаса берді. Сосын балаулы дейтін құлын торпақтарын алып тастап, 47-нің өзін жеке есептеді. Бәрін ұрғашы мал санатына қосты. Сонда да есебін шығара алмады. «Әй, дәмелі», деді бір кезде салқын қымызды үлкен шараға сүзіп отырған әйел. «40-қа 40 қосқанда қанша болады?» Оның не керегі бар? Намазың қаза болды ғой. Жарықтық-ау, сөйлемесеңші. «Намазды оқып болғам», деді бұрылмастан. 80 болады, соны да шығара алмай тұрсың ба? Оған 7-ні қосқандашы. 87 болады да. Оған 7-ні қосқанда. 87 демедім бе? Жоқ, тағы 7-ні қос. Тағы 7, деп дәмелде саусағымен есептеп те шығарды. 94. 94-ке 94 қосқандашы. Қожа Насыр сол, басқа ермек табылмады ма? Қой шәрмен, сен құса беріп отырғам жоқ. Жарайды батырек, ендігісін өзімде шығарам деп, Бақтыбай жыбырлап тағы санай бастады. Пой, не деген көп мал. Ақтотының қалыңы 2-3 жылда мыңғырып түрегеледі екен-ау. Қыз құт дегені біраз. 94, оған 94-ті қосқанда. Бақтыбай намаз оққан адамша жыбырлап көбірлеп отыр. Осы кезде үйге асығыс кіріп келген Тастан қара мұрты жыбырлап жан-жағына қарады да бозарып кетті. Дін жолынан қатты қорқатын ол ағасының намазын бұзбайын деп дәмелі жеңгесіне сыбырлап сөйледі. Ақтоты қайда? Немене? Тағы бірдеме болып қалды ма? Жүрген шығар Алтыбақан жақта, деп дәмелі Тастанның үрейленуіне мән бермеді. Қадишаны зәбірлеп, ренжіткен ылғи Ақтотыны іздеп келетін әдет. Бірге өскен құрбыдай Ақтоты жеңгесінің көңілін тауып, ойнап күліп ататын. Тастанның да сыбағасын беретін. Ол енді Қадиша ұрысса бармаймын, жетер енді деп ашуланып жүрген. Барар деймісің? Бақтыбай үнсіз өз ойымен отыр. Ойбай-ау, жеңеш-ау, кейін айтам деп ем, бағана іңірде күйеу бала ұрын келген біздің үйде. Дегенде Бақтыбай құлағы елең етіп қуанғаннан ұшып кете жаздап әрең шыдады. Қой, сабырлық етейін деп жымыңдап тыңдай берді. Онда Ақтоты қайда кетті дейсің? Жүрген шығар, оны іздеп қайтесің? Жеңгесі бар емес пе? Сен осында отыр, жастар өздері еркін ойнап күлсін, деген дәмелінің аузын қаққан Тастаның даусы қатқылдау шықты. Қадишаны жібергелі не заман? Қадиша да, Ақтоты да жер жұтқандай жоқ. Іздемеген жеріміз шамалы. Менің жүрегім бірдеңе сезетін сияқты бетін аулақ қылсын. Бағана жастардың арасында аш қасқырша тіміскілеп ақан жүр деген. Ол да жоқ. Дей бергенде көз ақия бастаған Бақтыбай баж етіп атып тұрды. Ойбай, құрыдық, ойбай, аттан, деп есікке қарай айғай сүрен сала жүгіргенде аяғына сыпырылып түскен дамбалына сүрініп қайта тұрды. Тұра тұр, даурықпай, жұрт естімесін деп кеудесінен итерген Тастанға болар емес. Домаланып есікке қарай алыс ұмтылған Бақтыбай аяғына оралғы болған дамбалында бақаймен бір серпіп лақтырып жіберді. Аттан, ойбай, аттан! Тастан ағасының аузын басып дәмелі байының етегінен тартып жүр. Бақтыбайдың есі шығып кеткен, жөпшеңкіге көнер емес. Ойбай, аттан, жау шапты, аттан! Жазғы түндегі дауыс қандай аш. Жұқа үйдің шаңырағынан көтерілген үрейлі дауыс келеңдеп, жер ошақ маңында сүт қайнатып қой сауып жүрген әйелдер не болып қалдылап Бақтыбайдың үйіне қарай ұшты. Үйге алдымен кірген жас келіншек әуелі дым түсін алмай бедірейіп тұрды да бетін басып ата жөнелді. Тастан ағасының қолтығынан сүйреп төсекке қарай дырылдата әкетіп бара жатқанда тыр жалаңаш май құйрығын көрген кемпірлер «Бетім-ау, бай екеңе не болған абыройын ашып» деп еріндерін сылп-сылп еткізді. Бетіне жапқан көрпенің астында тыпырлап «Аттан, Ақтоты, құрыдық» деп тұншыға барып Бақтыбайдың үні өшті.